Arma kazak elim. Елдерт молдан аман ба? Дені бастарың сау ма? Үй іш балашаға аман ба? Я мен о қырда малыма қарап отырым. Bir әлқис етіп, Әмір Темірдің бір оқиғасын айтып берейін деген ғой. Қарап отқанша әңгіме болсын. Ақсақ Темір 300 мың, 400 мың әскермен Кавказды қамап, қоршап 4 ай бойы соғысып ала алмай тұр екен де. 4 ай болыпты Кавказды ала алмай. Сонан күндердің күнінде Әмір Темір ойланып отырып, бір екі шабарманын шақырып, келгенімізге 4 айдан да асып жатыр. Кавказды қамалды ала алмай жатырмыз. Сен екеуіңіз Самарқанға барып, Бибі ханымнан жолығып, елдің жағдайын, амандығын біліп қайтыңдар деп жібереді ғой. Соңын екі шабарманы кетеді шауып Самарқанға қарай. Енді кім біледі, неше күн жүріп келген Самарқанға келіп, Бибі ханымның алдына келіп тағзым етіп, елдердің амандығын сұрап, бізді әмірше жіберді. Елдің жағдайын, амандығын біліп келіңдер деп. Сонда Бибі ханым, не бітірдіңдер? Не ойдыңдар дейді ғой. Екі жаушыға, шабарманға. 4 ай болды Кавказды қамалды қоршап тұрмыз. Ала алмай жатырмыз дейді. Соны сізге жіберген еді әмірше. Бибі ханымнан хабар алып келіңдер деп. Өзіңіздің бір ауыз сөзіңіз болса әміршеге айтатын. Айтыңыз, біз қайтамыз дейді. Сонда Бибі ханым екі шабарманға, аттарың шаршады, өздерің сусындап демалып алыңдар бүгін. Ертең таңда келіңдер дейді ғой. Мен жауабын берем сол кезде дейді. Сонымен екі шабарман демалып, сусындап, жаңағы атқосшыларға аттарын қаратып, екеуі таңда тұрып, тамақтарын ішіп алып, жолға азық түлігін алып, Бибі ханыма келеді. Бибі ханыма келсе, Бибі ханым Самарқанда көшеде адамдарға үлкен дарақтарды, теректерді қырқызып, орнына жас көшет, жас шыбықтан отырғызып жатыр екен дейді. Сонда екі шабарман Бибі ханымға келіп тағзым етіп, я ханым, біз енді жол жүрейік. Әміршеге айтатын сәлемдемеңіз болса айтыңыз дейді ғой. Сонда Бибі ханым не деген? Кавказды 4 айдан бері ала алмаса қайтсын дейді. Қайтсын жерге дейді. Басқа айтарым жоқ дейді. Соған екі шабарман кетеді. Кавказға қарай бет алып, аттың басын қойып беріп шоқытып. Соған қайтыр бірнеше күн жүріп келеді ғой. Ақсақ Темірдің алдына келіп, әміршенің алдына келіп, тағзым етіп. Сонда Ақсақ Темір сұрайды екі шабарманнан. Елге бардыңдар ма? Бардық. Бибі ханыма жолықтыңдар ма? Жолықтық. Не айтты дейді? Ештеңе айтпадық дейді. Бар айтқаны, Кавказды 4 айдан бері ала алмай жатса қайтсын деді, басқа ешнәрсе айтпады дейді. Сонда Ақсақ Темір басын төмен салып ойланып отырып,
не істеп жатыр екен дейді. Басқа не тірлік істеп жатыр екен дейді ол. Барған күні түнімен таңға дейін демалдық, ас іштік, су іштік, сусындап демалып, таңда келсек Бибі ханым көшеде үлкен теректерді қырққызып, жас шыбықтан отырғызып жатыр екен дейді. Соны көрдік, басқа ешнәрсе көрмедік деп екі шабарман әміршіге осылай баяндайды. Бопты дейді. Сөйтті Ақсақ Темір бүкіл қолбасшысын жинатып алады, бәрін басын шаптырады ғой. Бұрынғы қолбасшылардың бәрі қартайып қалғанда бәрін басын шаптырады. Сөйтіп әскердің ішінен көзге түсіп жүрген мықты жігіттерден қолбасшы қойып, мына қамалды дереу алыңдар деп бұйрық береді. 4 ай алмаған қамалды 3 күнде алып жермен жексен қылған екен. Сондағы мен айтпағым, Бибі ханым көрдіңіздер ме? Ісімен жауап бергенде, ісімен түсінген адамға. Теректерді, қартайған теректерді қырққызып, орнына көшеде отырғызып атқаны, ол Әмір Темірге берген жауап екен ғой, ісімен. Бұрынғы қолбасшылардың бәрін басын шапта, қолбасшы жастардан сайла деген сөз екен ғой. Сол демекші, айналайын қазағым, бізде мынау кәрімістан өңшең 6-80-ге келген, аяғы 60-тан асқан өңшең кәрі құтаң отырып алған, бізде солай қыламыз ау, болмайды ау. Айналайын халқым, қарап отыруға болмайды. Ел боламыз десек, бізде бір әрекетін жасауымыз керек қой. Айналайын елім, қазақ елім, жұртым аман болайық. Бір судың астына жұдырықтай жұмылмасақ, біз ел болуымыз қиын. Аман болыңдар.